Ешқандай дәрі бермеген, көмек көрсетпеген, бір апта бойы бала қиналған. Тек қана күйеуім берген. Аурухана мәйітханаға айналған ба, не болып кетті өзі? Кеше ғана Алматыдағы ауруханада 2 жасар қыздың қаза тапқанын айтып едік, енді бүгін қаралы хабар Жамбыл облысы Құлан ауылынан келді. Іші ауырып, мазасы кеткен 6 жастағы баласын жақындары, нақтырақ айтсақ апасы, дәрігерлерге жалынып, жалбарынып жатып әйтеуір ауруханаға жатқызған екен. Алайда бүлдіршін көп ұзамай сонда көз жұмды. Марқұмның жақындары ақ халаттылар дұрыстап тексеріп емдеудің орнына жай ғана крион берген деп отыр. Сұмдығын айтайын, дәл сол ауруханада марқұм болған баланың анасы да осыдан 2 жыл бұрын қайтыс болған екен. Енді қара жамылған отбасы ғана емес, дүйім ауыл халқы осы емдеу мекемесінің жабылып, дәрігерлердің жазаға тартылғанын қалайды. Толықтырып бүгін кешке информбюрода айтамыз.